Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде тіл дамыту сабағы. Тақырыбымыз үй жануарлары туралы. Сабағымызды бастамас бұрын біз шаттық шеңберін жасап алайық. Кәне, бәріміз менімен бірге қайталайық. Арайлап таң атты, алтын сәуле таратты. Қайырлы таң қонақтар, қайырлы таң балалар. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, небо голубое, здравствуй, все мои друзья, очень рада вас видеть я. Тамаша, балалар. Енді келесі суретке назар аударайық. Бұнда төлін тап ойыны. Сиырдың төлі не болады, балалар? Бұзау, дұрыс. Жылқының төлі құлыншақ деп аталады. Қойдың төлі қозы, ешкінің төлі лақ. Өте керемет балалар, жарайсыңдар. Енді балалар, біз төлдер туралы тақпақтар білеміз ғой. Кәнеки, кім айтып бере алады маған? Айналған торпақ, бола берме қорқақ, дар болыта аура, тұсқа шықса зуға, әкеші балконде, ойнайықшы бірге. Өте керемет. Сағалайсын бұлақ, секірем деп бұлақ, қалам көмек қуап, сынақ деген сынақ қуап. Көзін Саңғақ сынақ, сен түкінбенен күнап, тұсын маған ұнап. Ал енді бір сергі балайық, балалар. Келесі суретке назар аударайық. Сағаттың тіліндей иіліп онға бір. Сағаттың тіліндей иіліп солға бір. Он аяқ, сол аяқ, жаттығу он аяқ. Жақсы, балалар. Балалар, қарандаршы. Келесі суретке. Мұнда төлдер тұр. Үй жануарларымен бірге. Біз төлдер туралы әнді білеміз ғой. Кәнеки, қазір мен сендерге бірінші шумағын айтып берем. Әрі қарай балалар, сендер жалғастырасыңдар. Қошақаны қойдың, қайда қалып қойдың, болтыйып тұр бүйірін, қай өрістен тойдың, болтыйып тұр бүйірін, қай өрістен тойдың. Әрі қарай кім жалғастыра алады осы өлеңді, балалар? Шекен үйуақ, вырмыншаған келбақ, тыным тапша болмай ма, секірмей-ақ шиуақ. Топан дорай, дауыр сәме зорай, дүкі болып қаласың, тоғы сәме ойнай. Дүкі болып қаласың, тоғы сәме ойнай. Жарайсыңдар, балалар, өте керемет. Ұмытпаған екенсіңдер бұл әнді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сендерге көп рахмет айтам, балалар. Тамаша. Сау болыңыздар.